Ал соңғы уақытта облыс әкімдердің рейтингі мүлде жасалмайтын болып кетті. Билік бұдан бұрын аймақтың әлеуметтік дамуының объективті көрсеткіштері бойынша әкімдердің үздіктерін анықтап отыратын. Ал тәуелсіз әлеуметтанушылар халықтың сауалнамасы негізінде ең ықпалды әкімдердің ретін анықтайтын. Әріптесіміз Жәния Өсерқұл жаңа әкімдердің рейтингін қайта қарап көрген еді. Олардың ішінде тіпті 6 ұлы бар бақытты әкелер де бар екен. Көркемдігімен көзге түсетін, көздің жауын алатын әкімдердің рейтингінде Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахметов, Ақмола облысының әкімі Қайрат Қожамжаров, Жамбыл облысының әкімі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев алдыңғы орында тұр. Ал бүкіл Қазақстан қыз-келіншектерінің арманына айналған Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов екен. А иначе зачем на земле этой светлой живу? Жаңа әкімдердің ішінен небәрі 3 ай бұрын тағайындалған Батыс Қазақстан облысының су жаңа басшысы Нұрлан Ноғаевты ерекше айтуға болады. Бақытты әкенің 6 ұлы бар, ал мұрт қойған қасы көзі қапқара Нұрәлі Садуақасов дәл сол кезде Қостанай облысы әкімінің Бұлғары орындығына жайғасқан. Сонымен қатар Қарағанды облысының жаңа Қайсар әкімі экс-министр Әбілғазы Құсайынов. Бұл тізімге жаңғырығы жер жаһанға жайылған Жаңаөзен әкімі Серікбай Тұрымов пен Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджанов та еніп отыр. Әкім істейді, әкім конторында отырады. Одан басқа не істейді ол? Ол өзінің чамасын. Ой, мен бүйтем, сөйтем деп ауданға несін бергеннен басқа төгіде жоқ оның. Ал облыстарда 5 жылға жуық тұрақты басқарып келе жатқан әкімдер қатарында ақсамайлы салмақты Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Серік Біләлов бар. Ал орыс, қазақ және ағылшын, түрік тілдерінде таза сөйлейтін Бердібек Сапарбаев Шығыс Қазақстан облысына 3 жылдан бері бас болып отыр. Күріш пен мақта өсіріп, қытайлық компаниялардың жұмысын қадағалап, Қызылорда облысының тұрғындарына бас болып жүргендер кең маңдайлы Қуандық Болатбек пен қала әкімі Мархабат Жайымбетұлы. Жұмыс жасау керек, жігіттер. Ал Қазақстан әкімдерінің арасында оқымыстылығымен көзге түсетін академик жүздеген ғылыми туындылардың авторы Ерлан Арын бүгінде Павлодар облысының әкімі. Сондай-ақ әкімдердің арасында табысын ашық жариялаған басшыларды ерекше атап өтпеске болмайды. Мысалы, Өскемен қаласының әкімі Ислам Әбішевтің айлық жалақысы 300 мың теңге болса, Ақтөбе облысының әкімі Архимед Мұхамедовтың амьянына әр сайын небәрі 200 мың теңге түседі екен. Ал Алматының резиденциясында 4 жыл бойы отырып келе жатқан Арлан әкім Ахметжан Есімов азда емес, көпте емес 600 мың теңге көлемінде алады екен. Ал Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахметов 2008 жылы жылдық табысын 5,5 миллион деп көрсеткен екен. Одан бері жеке блогындағы декларация жарияланбапты. Жәния Өсерқұл, Тимур Қайрамбаев, Информбюро.